Армысыздар достар. Модальный глаголдардың, яғни modal verbstардың, модалдық етістіктердің тағы бір өте маңызды әрі жиі қолданылатын түрі бұл have to және has to етістіктері. Бұл етістіктер жөнінде сіздерге қысқаша айтып өтейін. Жасалу жолы бастауыш, бастауыштан кейін have to немесе has to жалғанады. Одан кейін етістік келеді, етістіктен кейін толықтауыш келеді. Бұл модалдық етістіктің мағынасы не? Қандай мағына білдіреді? Мысалы, кез келген осы жолмен жасалған сөйлемнің мағынасы мынада. You have to work hard. Сен қатты жұмыс жасау керексің. Яғни керексің, міндеттісің. Бір нәрсені жасауға міндеттеген кезде, қатал түрде айтқан кезде осы have to қолданылады. Түсінікті ме? Қараңызшы, бір нәрсені жасауға міндеттісің деген мағына. You have to study English well. Сен ағылшыншаны өте жақсы оқуың керексің деген мағынада. Бірақ have to етістігі, мысалы, must етістігі сияқты қатты қатал емес. Мысалы, must етістігін 100% қатал деп қабылдасақ, have to етістігі шамамен 85-90% деп айта аламыз. Мысалы, you must work деген кезде сен жұмыс істеуге міндеттісің деген мағынаны білдірсе, you have to work десе сен жұмыс істегенің абзал, яғни жұмыс істеу керексің деген мағынада. Түсінікті ме? Бірақ have to, has to, must-қа қарағанда өте жиі қолданылатын модалдық етістіктердің түрі болып табылады. Үшінші мәселе, have to және has to етістіктері бұл осы шақтағы мағынаны білдіреді. Ол деген сөз, мысалы, you have to work десе сен қазір оқуың керексің, сен жұмыс істеуің керексің, сен қазір бір нәрсе істеу керексің, яғни қазіргі таңда күнделікті өмірде деген мағынаны білдіреді. Ал өткен шақта қолданғыңыз келетін болса, have to-дың орнына had to қолданасыз. Мысалы, at age of 15, I had to study English well. Мен 15 жасымда ағылшын тілін оқуға міндеттедім, яғни оқуым қажет еді деген мағынада. Көрдіңіз бе? Had to. I had to work. Бірақ енді have to бір кезде has to қалай қолданылады десеңіз, бұл өте жеңіл. Белгілі бір есімдіктерге тиісті болған кезде have to қолданылады, белгілі бір есімдіктерден кейін тек қана has to қолданылады. Ол есімдіктер қайсылар? I, you, we, they есімдіктері болған кезде біз have to сөзін қолданамыз. He, she, it есімдіктері болған кезде has to-ды қолданамыз. Түсіндік қой? Болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдерге келген кезде I have to work, you have to work, he has to work, she has to work, it has to work. Көрдіңіз бе? Have to, he, she, it-қа келгенде has to-ға өзгереді. Болымсыз түрдегі сөйлемдерді құрайтын кезде, жаңа айтып өттім ғой, have to бұл осы шақтағы мағынаны білдіреді деп. Ал осы шақ бізде present simple. Байқасаңыз, have to-дан кейін етістік келіп тұр. Демек, present simple-дың бірінші формасы, яғни бастауыштан кейін етістік келетін жағдайда болса, онда біз қай көмекші етістікті қолданамыз? Әрине ол do және does етістіктерін. Сол себепті have to етістігін болымсыз түрге айналдыру үшін біз I do not have to плюс етістік қолданамыз. You, we, they do not have to етістігін қолданамыз. He, she, it does not have to етістігін қолданамыз. Түсінікті ғой? Сұраулы сөйлемге келген кезде do I have to, do you have to, do we have to, do they have to. Сұраулы сөйлемнің he, she, it-на келген кезде does he have to қолданылады. Яғни do, does кәдімгі present simple-да сөйлем жасалған сияқты өзімен бірге жаңағыдай do, does-дан кейін барып бастауыш келеді, бастауыштан кейін барып көмекші етістік өзінің орнын табатын болады. Бірақ мынау ерекше жағы бар, қараңыздар. Болымсыз түрде де, сұраулы сөйлемде де does тұрған кезде мына жерге has to жалғанбайды. Has to-дың орнына have to жалғанады. Түсіндіңіз бе? Have to. Яғни біз present simple-ды өткен кезде айттық қой, do, does өзінен кейін келетін етістіктердің s окончаниясын, s жалғауын өзіне сорып алады, тартып алады, магнит сияқты деп. Тура сол сияқты ол ереже мына жерде де орындалады, яғни does-дан кейін have to, does not-тан кейін have to келеді. Осыны есте сақтап, жаттап алыңыздар, және көп сөйлем құрастырсаңыздар, өте тез жаттап аласыздар. Осымен біз have to модалдық етістігін түсіндіріп біттік деп айта аламыз. Сау, сәлеметті болыңыздар.